Сәлем достар, бүгін біз Майнкрафттың екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Біз осы жерден келген болатынбыз. Бірінші бөлімде енді біз екінші бөлімді түсіріп жатырмыз. Бізде факел бітіп қалды. Енді факел жасап алайық біз. Толтырып жасап алайық та, енді кеттік. Біз осы жақты зерттейміз деп бірінші бөлімді соштен тоқтаттық. Енді біз зерттеп жатырмыз. Мына жерде лазурит бар екен. Бұған біздің железный кіркамыз жоқ, сондықтан мына железді алсайық. Бірақ біз пісіргім келмей тұр да. Өйткені мына угілдеріміз бізде аз болып тұр. Бізге угіл көп керек. Сол кезде андай отынға да, сосын факелге де көп болады. Мына жерде емі алмас тауып алдым. Но мен бірінші алмазым. И мен верстак жасайын. Верстак тағы да біреу бар екен. Мақұл қоя салайын. Үстіп енді бізге печка жасау керек. Печка жасау үшін бізге 8 андай осындай блоктар керек. 5, 6, 7 и намен 8 болады. 8 керек беді шынымен. 8 керек екен. И мынаның үстіне оқ қоямыз да. И бұның ішіне біз не саламыз қазір? Верстак кіреміз да, мына тупқа айналдырамыз. Тупқа көп қолдырып аламыз да, біткенше. Енді біз оны отын қолдырып, мынаған жағамыз. Мынауын қазір. Неғып жағылмай жатыр. Татыр қазір. Мынамен көрейік. Енді біз аяқтан железаны қайнатамыз. Давай, аяқта лава бар екен. Аяқтарды іздейік шәкін. Бұл жақта да алмаз болса күшті болатын еді. Ең аяқта жоқ екен. Аяқты көрейік. Бұл жақта да жоқ сияқты. По-моему. Бұл аяқтарда да жоқ екен. И біздің аяқта жүргеніміз железаны алайық. Өткен бізге железа көп керек болады. И біз алып болдық. Енді біз не істейміз? Біз ана железаның піскенін күтеміз. Үшіне пісті екен. 4-еу пісіп уже. И аламыз да бұны. Мұны аяқтан не аяқтан десем енді бастықты. И біз железный жасадық. Енді біз оны инвентарымызда қоямыз. Қайдың орнына қойсақ болады? Угілдің орнына қоя салайық. И енді біз мына алмаз сындырып аламыз. Мұра біз алмаз алдық. И біз бұдан басқа шақты іздемесек болмайды. Бұл кішкене кішіреу ма? Сондай. Ұнамай тұр да. Не істейміз? Шығамыз ба? Кеттік. Бұл шақтыдан шығып кете салайық. Кеттік. Наяға қарай жүреміз. Наяға хоппа дейміз. Айтпақшы мыналарды алып кетейік біз қазір. Жолда керек болады. Еще железаларымыз бұның ішінде бар. Алып алайық бір верстакты. И алдық. Біз енді төбеге көтерілейік. Хоппа деп секіреміз. Кеттік. Наяға қарай жүреткенбіз. Міне жүрген едіміз. Аяқта бізде
келе жатырмыз. Төбеге көтерілеміз енді. Негізінде кішкене үлкенірек еді, бірақ маған ұнамады бұл шақты. Сондықтан біз төбеге басқа шақты іздейтін болдық. Бұдан да дәу шақты тауып алсақ күшті болатын еді. Мынау мінбей жатқан қараш. Мына қараш түсіп кеткенімізді қайттан мінейік. Міндік, аяққа мінеміз, аяққа бір секіреміз, аяққа секіреміз, аяққа жүгіреміз, өйстіп біз аяққа жетуіміз керек. Аяққа бір блок қойып не аяққа оймадым, жындымын. Аяққа қойып, аяққа мінеміз, аяққа бір блок, еще аяққа бір блок, аяққа барамыз, аяққа емес, аяққа бір блок қоямыз, аяққа өйстіп мініп келатамыз, мінбей аяқпен кетеміз, аяққа бүйтіп барамыз да, аяққа барып аяққа түсеміз да, аяққа барамыз, аяққа өйстіп мініп бұлай кетіп қаламыз. Енді біз мына шахтадан шығайық төбеге қарай. Түн болып тұр ма? Что-то не то. Түн болып тұрған сияқты. Менің ойымша. Қазір точно сондай ма екен? Әлде андай неден көрінбей тұр ма? Қазір оны көретін боламыз. Негізінде қазір адам болу керек сияқты, менің ойымша. Бірақ қазір түн сияқты. Бірақ онда не астында жұлдыздар жоқ. Мына аяқта екен ғой. Мен аяқта айтып отырсам. Аяқта екен ғой, сен шат жер. Кеттік, енді біз шығайық осы аяқтан. Аяққа мен бірінші бөлімдегі блоктарын қойып кетіппін. Аяққа біреуін қоямыз да, аяққа барамыз. Аяқта біз алдында келбет қойдық, түсіндім. Енді біз қаяққа барамыз? Төбе жаққа мінейік. Мінеміз, қоя береміз, блоктар қоя береміз. Өткен бізде блок бітпейді. Мінеміз. Өз қашан жетеміз? Жет қаппыз уже. Жеттік. Мен шыққаныма қуаныштымын. Мен аяқта ағаш сындырайын дедім, қойып кеттім. Ал енді бақытсызбын. Деп қоясыңдар. Мына аяқта біз ағаштар сындырып алайық. Біз қазір не істейміз? Үй жасаймыз ба, әлде шахтаға барамыз ба? Не істейміз? Өздерің біз келесі бөлімде не істейміз? Сендер өздерің жазып кетіңдер. Шахтаға барамыз, или біз үй жасаймыз. Қазір мен үй жасайын деп көп ағаштар алып жатырмын. Оның бір үлкен шахтың қасына қойып қою керек. Сөйтіп біз еш қиналмастан сол жерден алмас тауып, железо тауып жүре береміз. Сосын бір белгі қойып қоямыз. Алыс сапарға кеткен кезде сол белгіге қараймыз да, сөйтіп жүре береміз. Біз наште ағаштар сындырып жатырмыз. Бізде бірақ железо аз. Сондықтан біз шахтаға баруымыз керек сияқты. Бірақ біз үй жасаймыз. Мен үй жасағым келіп тұр да, выживанияда. Осындай мерде бірінші үй жасайын деп отырмын выживанияда. Бірақ мен көбінесе шахтаға бармайтын. Бірақ кей кезде үй жасағанда үй жасауым керек қой енді.
Ең сондықтан мен үй жасайын деп шештім. Ағаш толтырып алып аламыз да, енді біз шақты іздейміз, соның қасына қоямыз сол үйімізді. Мына жақ жаңағыдегі жеріміз. Біз бұл жерден кетеміз. Басқа жерге төне жаққа кеттік. Бүйтіп, мына сиырларды өлтіріп қоясың кей кезде. Бірақ оларды біз өлтірмейміз. Мына жаққа келеміз да, осы жаққа жүре береміз. Ағаштар көп екен бұл жерде. Шошқалар да көп екен. Біз наште бір шақты оламыз. Міне. Енді бұл жерде үлкен шақты емес екен. Сөйтсек, бұл кішкентай шақты екен. Бізге деген дәу аузы апандай шақты керек қой. Сөйтіп, соның қасына біз үй соғамыз. Біз бүгін сол үйіміздің тұратын жерімізді табатын сияқтымыз ғой че-то. Мына түрімізбен қалай үй соғамыз? Біз аяқтарды аралаймыз. Мына бір өзді қуады екен, е. Шауып тастаған шығар адамдар келіп. Мүмкін. Бірақ бұл жерде менен басқа ешкім жоқ қой. Мына жақтарда қойлар бар екен. Бұлардың мынандай железодан жасаймыз алып қайшымен. Біз мына орманнан шыға алмай жатырмыз. Мынаның басы қайда, аяғы қайда вообще? Түсінбей жатырмын. Мына орман деген үлкен екен бар ғой. Мына жақта тағы да онымен жалғасып кеткен орман бар. Орман қалай десе, мынадан кім шыға алады? Кәдімгі бір лабиринт сияқты ғой. Мынадан бір кең жер бар ма екен? Рахаттанып жүретін. Ағаштардың астына бүдір болады. Ол кішкене шықтық енді мына жерге. Бұл жерде бізде көл бар екен. Бұған біз бармай қояйық. Біз өткені бір шақты іздеп жүрміз. Бірақ осымен жүре берейік. Бұлай енді неғып шықпай жатыр бәсе. Енді шықты. Анаға барай ба деп тұрмын, бірақ мен наште попугай өлтіріп жүрмін. Қалай? Мә, өлтірдім. Бір қауырсын алдым. Одан қайта. Біз аяқты таппай жатырық. Мынан кішкене мынандай емес. Басқаша шығатын жер бар ма екен? Мен наште қандай үлкен ағаш өсіп кеткен десен. Енді біз мына төбеге көтеруіміз керек. Мынаның басы қайда, аяғы қайда түсінбей жатырмын мен. Кім мына орман жасаған деймін да? Кәдімгідей қалың екен бар ғой. Сосын мынаның аттары не? Сөйтейін сияқты. Соны комментарияға жазып кетіңдер. Ағаштар алынан шыға береді. Міне! Мен іздеген жер осы ғой міне. Осының қасына соғамыз ба десек, мынаның қасына тегіс жер жоқ қой вообще. Давай біз мына жерді мына жаққа түсіп кетпейік. Келесі бөлімде біз мына жерге үй соғатын сияқтымыз. Біз оданша мына жерді тазалап қойсақ, келесі бөлімге мынаны ағаштарды алып тастайық. Сөйтіп бізге кедергі жасамайды үй соғуға. Уже мен табуым сынып қалды. Не істеймін енді? Давай келесі бөлімге қалдырайық бұны. Келесі бөлімде кездескенше сау болыңыздар.